Алматы технологиялық университеті. Факультет тағам технологиялар, кафедра тағамдық биотехнология. Курстың атауы тағам биотехнологиясының заманауи тенденциялары. Дәріс оқитын Желдібаева Айнұр Амангелдиновна. Қауымдастырылған профессор, химия ғылымдарының кандидаты. 12-ші дәріс өсімдік шикізатынан алынатын қатты дәрілік түрлер. Дәріс мақсаты өсімдік шикізатынан алынатын қатты дәрілік түрлерді таныстыру, қатты дәрілердің өндірілу процесі. Таблеткалар мен олардың жіктелуі, таблетка өндірісіндегі көмекші заттардың негізгі топтары, таблетканы ыдырауынан әсер ететін факторлар. Таблеткалар қатты дәрілік формаларға қатты немесе тығыз консистенциялық борпылдақ, дөңгелек немесе ұзынша дәрілік заттарға жатады. Таблетка негізінен ішкі қолдануға арналған қатты дозаланған дәрілік форма. Таблеткалар латын тілінен тақтайша деген мағына білдіреді. Ішкі сыртқы тіл асты имплантация немесе паранетральды қолдануға арналған дәрілік заттарды немесе дәрілік заттар мен қосалқы заттардың қоспасын престеу арқылы алынған дәрілік түр. Дәрілік түр ретінде таблеткалар бүкіл әлемде кеңінен қолданылады. Қазіргі уақытта таблетка препараты дайын дәрілік заттардың жалпы көлемінің шамамен 80% құрайды. Таблеткалардың кейбір түрлері сыртқы қолдану үшін парентеральды ерігеннен кейін немесе интервагинальды түрде қолданылады. Парентеральды қолдануға арналған таблеткалар толығымен ерітілген болу керек. Сыртқы қолдануға арналған таблеткалар майларды, ерітінділерді немесе басқа формаларды дайындау үшін қолданылады. Ішкі қолдануға арналған таблеткаларды ішке қолдауға немесе болюсты массаға айналдыруға, сондай-ақ суда ерітуге болады. Таблеткалардың жіктелуі. Біріншісі өндіріс әдісі бойынша. Престелген таблетка машиналарында жоғары қысым кезінде алынады. Тритурация. Ылғал массаларды арнайы қалыптарға ысқылап, содан кейін кептіру арқылы алады. Қолдану бойынша ауызша ішке қолданылады, асқазанға немесе ішекке сіңеді. Таблеткалардың негізгі тобы. Тіл асты ауыз қуысында ериді, дәрілік заттар ауыз қуысының шырышты қабығына сіңеді. Имплантация тігу тері астында немесе бұлшықет ішіне ұзақ мерзімді емдік әсерді қамтамасыз етеді. Инъекциялық ерітінділерді экстремалды дайындауға арналған таблеткалар. Шаюға, жууға және басқа ерітінділерге арналған таблеткалар. Арнайы мақсаттағы таблеткалар. Уретральды, клоналдық және ректальды. Таблеткалар бірқатар артықшылықтарға ие. Олар қабылдауға және тасымалдауға ыңғайлы. Олар ұзақ уақыт сақталады, бірнеше жыл. Олар жинақы жағымсыз дәмді жасырады. Олардың бірнеше кемшіліктері де бар. Бірінші, сақтау кезінде таблетка ыдырауын жоғалтуы немесе керісінше ыдырауы мүмкін.
Таблеткалар мен денеге кейде жанама әсерлер тудыратын көмекші заттар енгізіледі. Мысалы, талық шарышты қабығын тітіркендіреді. Үшінші, жеке дәрілік заттар. Мысалы, натрий немесе калий бромидтері еру аймағындағы шарышты қабықтың қатты тітіркенуін тудыруы мүмкін. Концентрацияланған ерітінділер түседі. Дайындау әдісіне байланысты таблеткалардың жіктелуі. Пресстелген дәрілік ұнтақтарды әртүрлі сыйымдылықтағы таблеткаларды шығаратын машиналарда пресстеу арқылы алынған. Таблетка массасын қалыптау арқылы алынған пішінделген немесе ұнтақталған таблеткалар. Құрамы бойынша қарапайым бір компонентті және күрделі көп компонентті. Құрылымына байланысты рамалық бір қабатты және көп қабатты, кемінде екі қабатты. Жабыны бар немесе жоқ. Қаптаманың сипаты бойынша қапталған пленкалы және пресстелген құрғақ жабын. Таблетка өндірісіндегі көмекші заттардың негізгі топтары. Толтырғыштар. Крахмал, глюкоза, сахароза, лактоза, магний карбонаты, натрий хлориді, натрий гидрокарбонаты, ақкесек, желатин, микрокристалды целлюлоза, метилцеллюлоза, карбоксиметилглюкоз, натрий тұзы, кальций карбонат, кальций фосфаты, глицин, декстрин, амилопектин, ультрамальпектин, сорбин, магнит, пектин және тағы да басқалар мөлшерленбейді. Біріктіргіштер. Дистилленген су, этил спирті, крахмалды кейстер, қантты сироп, еріткіштер, карбокси, метилцеллюлоза, оксиэтилюлоза, оксипролил, поливинил спирті, альгин қышқылы, натрий альгинаты, желатин және тағы да басқалары. Оның мөлшері 1 және 5% арасында. Қопсытқыштар ісінетіндер. Бидай, картоп, жүгері, күріш крахмалы, пектин, желатин, амилопектин, ультрамилопектин, агар-агар, альгин қышқылы, калий және натрий альгинаты және тағы да басқалар. Ол бізде мөлшерленбейді. Газ тәріздестер, ылғалдылық пен су өткізгіштіктің жан сартқыштары. Бидай, картоп, жүгері, күріш крахмалы, қант, глюкоза мөлшерленбейді. 81% көп емес. Антифракционалды тайғанағыш, крахмал, талық, полиэтиленоксид, аэросиль. Тальк 3%-дан көп немесе аэросиль 10%-дан көп. Майлы материалдар, стеарин қышқылы, кальций және магний сираты. Жабысуға қарсы крахмал, тальк, полиэтилен, стеарин қышқылы, кальций, магний сираты. Жабын жасуша ацетил фталил целлюлоза, этилцеллюлоза. Бұл жерде мөлшерленбейді. Жабысуға қарсыда стеарин қышқылы, кальций, магний сираты 1%. Корригенттер.
дәм беруші, иіс беруші, түс беруші. Дәм беруші қант, глюкоза, фруктоза, сахароза, ксилит, маннит, сорбит, аспаргам, глицин, дульцин. Иіс беруші эфир майы, жеміс шырынының концентраты, цитраль, ментол, ванилин, этилванилин, жемісті эссенциялар. Түс беруші екіге бөлінеді: бояғыш, пигмент. Бояғыш индокармин, қышқыл қызыл, тартразин, цирулизин, флавомоз, хлорофилл, каротинит. Пигментке кальций карбонаты, темір гидроксиді, темір оксиді активентілеген көмір, ақкесек. Ол бізде бағана айтып кеткен дәм беруші, иіс беруші, түс беруші, олар мөлшерленбейді. Классификаторлар: глицерин, твин-сексен, вазелин, олеин қышқылы, полиэтилен оксид, пропиленглин. Твин-сексен 1%-дан көп емес. Таблетканың ыдырауынан әсер ететін факторлар: беріктік дәрежесі. Жеткілікті механикалық беріктікте таблетканың жақсы ыдырауын қамтамасыз ету қажет. Екінші, байланыстырғыш заттардың саны мен сипаттамалары. Таблеткалар қажетті түрге қаттылыққа жету үшін қосымша заттар дұрыс таңдалу керек. Қысу қысымы. Шамадан тыс қысым таблетканың ыдырауын нашарлатады. Таблеткалардың ыдырауына ықпал ететін дезинтегранттар мөлшері. Физикалық құрылымы бойынша таблеткалар кеуекті дене болып табылады. Сұйықтыққа батырылған кезде соңғысы таблетканың қалыңдығына енетін барлық капилляларға енеді. Егер таблеткада жоғарғы еритін қоспалар болса, олар оның тез ыдырауына ықпал етеді. Өсімдік шикізатынан алынатын қатты дәрілік түрлері фитотерапияда кеңінен қолданылады. Дәрілік өсімдіктердің емдік қасиеттерін тиімді пайдалану мақсатында арнайы технологиялық өңдеуден өткізілген дәрілік формалар. Бұл дәрілік түрлерге ұнтақты түйіршіктер, таблеткалар, капсулалар, брикеттер және шайқағыш қоспалар жатады. Ол көбінесе жоғарғы биологиялық белсенділігімен, табиғилығымен және жанама әсерлердің аз болуымен ерекшеленеді. Осындай қатты дәрілік түрлердің әрқайсысына дайындалу әдісі, сақтау шарты және қолдану тәсілі бар. Бұл олардың фармакологиялық тиімділігіне тікелей зор әсер етеді. Сонымен қатар қатты дәрілік түрлердің артықшылықтары: олар ұзақ сақталады, тасымалдауға ыңғайлы, дозалауға жеңіл және микробиологиялық тұрақтылығы жоғары. Осындай дәрілік формалар халық медицинасы, ресми медицинада да сұранысқа ие. Фармацевтикалық өнеркәсіп пен заманауи технологиялар өсімдік шикізатынан алынатын қатты дәрілер түрлерінің сапасын арттырып, олардың тиімділігін жоғарылатуға мүмкіндік береді. Қатты дәрілік түрдегі препараттарды, таблеткаларды өндіру технологиялық процестерін тұтас тізбегі болып табылады. Шикізатты дайындау, престеу, орау, блистер жасау, таблеткаларды блистерге орау, картон қораптарға блистерлерді орау, сонымен қатар сериялау және өнімді біріктіру. Әрбір процесс фармацевтикалық зауыттарда арнайы жабдықтың көмегімен жасырылады. Тікелей престеу
Тікелей пресстеу ылғалы ыстыққа төзімді және үйлесімсіз заттардан таблетка алуға мүмкіндік береді. Ол дәрілердің заттардың көпшілігінде олардың тікелей басылуын қамтамасыз ететін қасиеттердің болмауына байланысты.